Сәлем достар, бүгін ең арзан әрі қарапайым, қамыры үнемі жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға суды, тұзды, қант және де дұрыш салып жақсылап араластырып, барлығы ергенше жақсылап араластырып аламыз. Аппақ болып көпіргенде апарамыз дайын болады және үстіне ұнды салып, 2 ас қасық сұйық майды құйып, жұмсақ қамыр елеп алуымыз қажет. Үстіне пленка жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды 2-ге бөліп, оқтаудың көмегімен жайып алуымыз қажет. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қылып жайып алуымыз керек. Үстіне соусын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға майонезді, кетчупты салып араластырып аламыз. Және қамырдың үстіне видеодағыдай жайып шығамыз. Үстіне тұздалған фаршты салып, духовкада 20-25 минут пісіреміз. Пісуіне 5 минут қалғанда